Барлықтарыңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ерекше білезік жасайтын боламыз. Браслет. Ол үшін бізге осындай ақ бусин керек, және беконус, және 10 мм, яғни кішкентай ақ бисер керек болады. Ендеше видеомызды бастайық. Білезігімді алдым, басына инемді кигіздім. Енді инемізге 4 үлкен бусинді жинайтын боламыз. Мінекей инеме 4 бусинді жинадым. Яғни бұны лескіміздің ең төменгі жағына апарамыз. Ең шетіне апарып, екі шетін, яғни байлап алатын боламыз. Мінекей. Екі рет байлап аламыз. Және артығын қиып тастаймыз. Мінекей, міне, көрініп тұр, артығын қиып тастадық. Енді келесі бисер, яғни бусинге кіру арқылы байланған жеріміз көрінбеу үшін келесі бусинге лескімізбен өтіп, лескімізді тартамыз. Мінекей, яғни байланғанымыз міне бусиннің ішінде қалып қоятын болады. Енді ары қарай жалғастырамыз. Енді инемізге ақ бисер, жасыл беконус, қайтадан ақ бисер, қайтадан жасыл беконус, ақ бисер. Мінекей, осылай алатын боламыз. Осыны біздің жібіміз лескіміз жоғарыда шығып тұрса, біз астына кигізетін боламыз. Мінекей. Және инемізді тартамыз. Мінекей, бізде осындай көрініс пайда болу керек. Енді қараңыздар. Қайтадан бисерге, яғни инемізге ақ бисер және жасыл беконусты аламыз да, ортасында тұрған, екі беконустың ортасында тұрған ақ бисерге кіреміз. Қатты тартамыз. Мінекей, енді тағы біреу қалды. Енді инемізге қайтадан жасыл беконус, ақ бисерді аламыз. Яғни, мынадан жоғарыдан өтеміз. Жібімізді тартамыз. Мінекей, бізде осындай көрініс пайда болады. Енді қайтадан инемізге 3 бусинді аламыз, кигіземіз, жинаймыз. Инемізге мінекей, ақ 3 бусин жинадық. Лескіміз біздің мына жақтан шығып тұр. Мінекей, біз мына жағынан кигізетін боламыз. Жібімізді тартамыз. Мінекей, бізде осындай пайда болады. Енді қайтадан ақ бисер, жасыл беконус, ақ бисер, және жасыл беконус, қайтадан ақ бисер. Яғни осылай инемізге жинаймыз. Енді мына жақ жанынан өтетін боламыз. Яғни лескіміз біздің астынан шықтырма, біз үстінен өтеміз. Мінекей, мынаған жоғарындағы бусинге өтеміз. Жібімізді тартамыз. Мінекей, қайтадан мінекей инемізге ақ бисер, жасыл беконус жинадық. Енді біз инеміз мына ақ бисерге кіруіміз керек ортасындағы. Ең бастысы бұл жерде жібімізді тарту. Мінекей, ең алғашқы көрініс. Тағы да бір жасыл беконус керек болады, сондықтан жасыл беконус және ақ бисерді аламыз. Және міне жанынан өтеміз. Жібімізді тартамыз, мінекей. Және үстіңгі жағынан өтеміз. Мінекей, бізде осындай болып шығып жатыр. Қайтадан инемізге ақ үлкен бусин жинаймыз. Мінекей, инемізге 3 ақ бусин жинадық. Енді жаңағыдай үстінің үстінен өтеміз. Мінекей. Әрі қарай қайталаймыз. Инемізге ақ бисер, жасыл беконус, ақ бисер, жасыл беконус, сосын ақ бисер. Яғни, дәл осылай бізде видео, яғни білезігіміз осылай қайталана береді. Төменге түсіреміз, жібімізді тартамыз, яғни үстіңгі жағынан өтеміз. Мінекей. Енді инемізге қайтадан ақ бисер және жасыл беконусты алатын боламыз. Мінекей, ақ бисер, жасыл беконус. Төменге түсіреміз. Және міне ортадағы ақ бисерге кіретін боламыз. Мінекей. Мінекей, өткізіп, тағы да инемізге жасыл беконус, ақ бисер. Осылай білезігімізді жалғастырамыз. Жанынан, яғни жанынан өтеміз. Мінекей. Кейін үстінен өтеміз. Дәл осылай білезігімізді өзіміздің қолымыздың мөлшеріне қарай жасайтын боламыз. Қараңыздар, бізде қандай әдемі білезік шығып жатыр. Мен аяқтап болдым. Енді оны бекітетін боламыз. Қалай бекітеміз? Яғни лескіміздің кіргізіп, кәдімгідей осылай бекітіп, астына кіреміз. Астыңғы бисеріне кіреміз, үлкен бисер. Яғни осы үлкен бисерге кіру арқылы біз жібімізді, яғни лескімізді бекітетін боламыз. Және артығын қиып тастайтын боламыз. Мінекей, қараңыздар, бізде қандай білезік шықты. Артық осындай болады, және алды үсті осындай гүлді болады. Енді бұған біз екі жағын қалай бекітеміз? Бізге ол үшін
соединительный колечко керек болады. Мінекей біз осыны екі соединительный колечко керек болады. Енді біз осыны екі жерін ашамыз, яғни қайырамыз былай. Және міне біздің үлкен бисерімізге, яғни бусинге кигізетін боламыз. Яғни әрине бұл былай толыққанды шықпайды. Міне көрініп тұрады. Осы жерден соединительный колечкомызды ішіне қарай қайратын боламыз. Мінекей, осылай кіргізетін боламыз. Келесі жағы дәл солай. Соединительный колечко ашамын, және осыған мен цепті кигізетін боламын. Цепті кигіземін. Және банағыдай итеремін, және мына жағын бүйтіп ішіне қарай қайратын боламын. Мінекей, дәл осындай пайда болады. Мына жағына карабин қосамын. Карабинді осындай кішкентай ғана соединительный колечко бар, соған кигізіп, мына жақтағы басына кигізетін боламын. Және екі жағын бекітемін. Мінекей, бекіттім. Қараңыздар, қандай блеск бізде әдемі пайда болды. Бұл жеріне мінекей, әдемілік үшін осындай гүл жасайтын боламыз. Мінекей, ұзартқышына да осындай салып қойдым. Қараңыздар, бізде қандай әдемі блеск пайда болды. Ішкі жағы және сыртқы жағы қараңыздар, гүл тәріздес. Және шетіне де ұзартқышына, яғни цепочкаға де осылай қададым. Сіздерге видео ұнаған болса, комментарийға қалдырып, арнама жазылып тіркеліп кетіңіздер. Алда бұдан да қызықты неше түрлі видеолар шығып тұрады.